Жігіттер, қыздар, видео сабақтың басында сендерге айта кететін маңызды хабарламам бар. Егер сендер осы ютубтағы жарнама болады ғой, ютубтың ішіндегі әр 5-10 минут сайын жарнама итере береді, ютуб итере береді. Одан жалыққан болсаңдар, бізде күшті жаңалық бар. Біздің мобильді қосымшамыз бар. Аты Ақжол KZ деп жазасыңдар. Google Playға немесе App Storeға Ақжол нүкте KZ. Хорошо? App Store'да да бар, Google Play Market'те де бар. Оның іші тура осы видео сабақтар, бірақ рет-ретімен жинақталған да. Видишь, мысалы, ұбт-ның курстары бөлек тұр, вышматтікі бөлек тұр, программалау курстары бөлек тұр деген сияқты. Вот. Ішінде ешқандай да жарнама жоқ, ребят. Мына YouTube-тағыдай әр 5-10 минут сайын назойливый, прям жыныңа тиіп кететін реклама жоқ ішінде. Тап-таза, ешқандай рекламасыз көресің. Хорошо? Енді давайте, ұбт-ның ішінде дәл қазір не бар? Дәл қазір геометрия бар, полный, матем бар, информатика, матсауаттылық. Бұл қазіргі уақытта. Хорошо? Сен көріп отқан уақытта приложениені міндетті түрде жаза бер. Ішінде тағы да пәндер салынып қалуы мүмкін. Так что жаза бер. Хорошо? Физика болсын, география болсын, не знаю, жаза бер. Окей? Одан кейін вышматтан бар. Calculus, linear algebra, discrete math, probability, statistics деген сияқты. КБТУ-ға барасың ба, СДУ-ға барайын деп жатсың ба, Астана IT-ға барайын деп жатсың ба, Мақсұт Нәрікбаев, Нархоз, МУИТ, Сатбаев, Казгу, ЕНУ, бәрібір қай өнерге бармасаң да, сенде вышмат міндетті түрде болады. Немесе шетелге кететін болсаң да, бұл вышматтар пайдалы болады саған. Хорошо? Енді программалау. Программалауда бізде CPP, C++, Python, Java SE және Java Backend Developer'лар да бар. Оны нақты түсіну үшін маған Телеграмда жеке аккаунтыма жазсаңдар, толық ақпарат берілетін болады. Хорошо? Жалпы менде ақылы курстар да бар. Өйткені бұл тегін курстар, уже теория және атобы ғана. Жалпы экзамендерде, ОБТ тесттерінде, ОБТ-да в основном, экзамендерде басқа да Б тобы, С тобынан келеді. Б тобы, С тобы, үй жұмысы, одан бөлек нұсқа талдаулар, менімен кері байланыс, оның барлығы керек болса, онда ақылы курстарға жазылсаңдар болады. Курс туралы ақпарат сайтта нөмір қалдырсаңдар болады, біріншісі. Немесе мен Телеграм каналымда ақпарат қарасаңдар болады. Немесе жеке Телеграм каналыма жазсаңдар, жеке Телеграм аккаунтыма жазсаңдар болады, бірге бір сөйлесіп. Вот. Немесе WhatsApp'та Ақжол бойынша іздесеңдер болады. Хорошо? Так что мобильді қосымшаны жазу үшін бірінші закрепленный комментарийға кіреміз, ребят. Бірінші закрепленный комментарийға кіреміз, мобильді қосымшаны жазып аламыз и рекламасыз, комфортты дайындалатын боламыз. Хорошо? Олай болса, давайте сабаққа көшейік. Ал жігіттер, қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен виртуалды шындықтағы адам дегенді тақырыпты өтетін боламыз. Жалпы бұл жерде виртуалды шындық бізге қалай әсер етеді дегенге тоқталатын боламыз. Жалпы негізі осы виртуалды әлемге жиі кірген адам дейді, өзінің кейіпкер рөліне еніп, шынайы өмірге оралғысы келмейді дейді. Мысалы, допустим, мысалы маған осы өзіме «Острые козырьки» деген сериал ұнайды да. Вот. И егер мен соның ойына виртуалды шындықта болса да, «Острые козырьки», мен ана жақта Том Шелби болып жүрсем, допустим, темекіңді шегіп, бәрімен атысып, қырылысып, олар бүйтеді, олар козыректарында лезвие тұрады, сонымен көздерді кеседі адамдардың. Сөйтіп, онда мен кішкене жестокий болып кетушімен деп ойлайсың ғой енді, любой адам. Атыс шабысты көп көрсең, онда жестокий болуы мүмкін да негізі. Вот. Или былай да, мысалы, реальный өмірде адамның проблемалары көп болуы мүмкін. Біреудің кредиті, біреудің, не знаю, отношения проблемалары, я. И виртуалды шындыққа кірсе, о жақта проблема жоқ қой. Сен ақшаға о жақта не жоқ қой, андай лимит жоқ қой. GTA-да мысалы код жазып аласың өтіріктен, андай бір взломать етіп код жазып тастайсың, и ақша сенде миллиондар тұрады. И сен сразу құртып, үйлер алып, машина алып, қыдырып, путешествие смело жүре бересің да. Ал не үшін оралғысы келмейді деген сұрақ, это в том, что адамдар негізі, мынандай бір интересный факт бар. Көп ұйықтайтын адамдар, оларда депрессия дейді да. Ну енді ол точно сондай деген білдірмейді енді, но сондай бір догадка бар. Неге? Өйткені шынайы әлемде да осы өмірде олардың проблемалары болуы мүмкін, ал ұйықтап жатқан кезде адам оянғысы келмейді дейді. Өйткені ұйықтап жатқан кезде оның проблемасы жоқ та, түсінде оның проблемасы жоқ дейді да. Вот. И осы өмірге оралғысы келмейді дейді да. И адам не дейді мында, уақыт сезімін жоғалтады дейді.
бейәлеуметтік болып кетеді дейді. То есть таңның қалай атып кештің қалай батқанын байқамайды. Күні бойы осылай виртуалды әлемнің ішінде отыра береді дейді. Қатты дыбыстар мен суреттердің күрт ауысу да геймердің жүйке жүйесіне теріс әсер етуі мүмкін. Шын мәнінде тәуелділік пен ойындар психологиялық тұрғыдан жеке тұлғаны мен шынайы, мен виртуалды деп екіге бөледі дейді. То есть шынайы әлемде адам өзін басқаша ұстайды, виртуалды әлемде вообще басқаша. Мысалы, шынайы әлемде комплекс анау мынаулар болса, виртуалды әлемде ешқандай да комплекс болмайды. Мысалы, бетінде прыщиктар болмайды, артық салмақ болмайды, или слишком арық болмайды, шашы қысқа болмайды, шашы ұзын, әдемі деген сияқты уже. Ал енді виртуалды шындықтың қандай проблемалары? Бұны жазып аламыз. Өзін-өз төмен бағалау, самооценканың түсуі, жанашырлық сезімінің болмауы, то есть бауырмал емес, жестокий болып барады. Нақты өмірге апатия. Апатия деген не? Апатия деген не істейтініңді білмейсің. Мысалы, апатия көбінесе осы студенттерде, абитуриенттерде болады. Когда сіздер ұбт тапсырасыздар, сіздер мысалы жыл бойы күнде дайындалып жүрдіңіздер да, ұбт тапсырғаннан кейін да жазда болды, сіздерге дайындық керек емес, түкте керек емес, типа дальше что деп ойланып қаласыздар да, не істеймін мен что-то вроде до этого всегда оқып жүрдім деген сияқты. Апатия деген не істейтінін білмеу когда адамның. Махаббат ұғымының болмауы депті. Физикалық денсаулығына зиян келтіру. Неге? Өйткені может бір орында отыра береді или просто бір орында тұрып тұрады деген сияқты. Орталық жүйке жүйесінің бұзылуы, психоз, невроз, ұйқысыздық, в общем, жүйке жүйесіне әсер етеді. Виртуалды тәуелділік проблемасының шұғылданушы мамандардың күш салуына қарамастан дейді, олар ұсынған сипаттама ресми психиатрлық стандарттарға кірмейді дейді. Виртуалды тәуелділіктен зардап шегіп жүр деп айтамыз. То есть біреуде виртуальная зависимость бар деп айтамыз, егер ол компьютер алдында өткізген уақытты бақылай алмаса дейді. То есть қанша уақыт отырғанын білмейді. Или азайтуға, программадан шығуға уәде беріп, ол уәдесіне тұрмаса. Типа, все, болды, мен дотаны тастаймын, мен НТ-ға дайындаламын дейді да, бірақ бір аптадан кейін дота ойнап отырады. Значит, что виртуалды тәуелділік, это уже диагноз сенде сондай деген сияқты ғой. Или ойынына дейді, дота ойнап атқан кезде кедергі келтіретін адамдарға агрессия таныту. Андай болады да, мамалары көбінесе жұмсайды магазинге, пауза қойып қой дей салады, анары пауза деген жоқ, бұл жерде бұл дота, анау мынау, или там CSGO, бұл онлайн деген сияқты. Қасындағыларға уже агрессия танытып кетеді, боқтап кетеді там. Негізі компьютердің көпті бәрі агрессивный негізі да. Ол компьютер алдында өткізген уақытқа қатысты жалған сөйлесе дейді. То есть мен ойбай жарты сағат болды қосқаныма, жарты сағат болды дейді да, ана деле там 5 сағат ойнап отыруым мүмкін деген сияқты. Компьютер алдында отырып уақытын зая кетірсе. Мен оған рилсты ақтару, тикток ақтаруды жатқызушы едім. Егер ол жақта ол бір пайдалы ақпарат тыңдамаса егер да, біреудің андай, не знаю, бір секіргенін, иттің үргенін тыңдап отырса да, иттің билегенін, мысықтың көзін үркейткенін, аударылып құлағанын да, онда ол уақыты зая кетеді. Егер өзінің саласына керекті заттармен, адамдармен қарым-қатынас, саморазвитиялық видеолар қараса, онда ол пайдалы деген зат ғой как. Вот. И виртуалды және кеңейтілген шынайылықтың, көзілдіріктің адамның көру қабілетіне зиял дейді. Помните, алдында VR-бокс болды да? VR-бокста сіздің телефоныңыз көзіңізге жақын тұрады, бір 7 сантиметр, 10 сантиметрден жап жақын тұрады. И ойлауыңыздарыңыз мүмкін ғой, что көзімді түсіріп тастамай ма деп. Негізі көз түседі екен, когда сіз бір нүктеге ұзақ қарайсыз. Неге осы CSGO ойнағанда көз түседі? Неге? Өйткені сіздер бір нүктеге прицелға қарайсыздар всегда. Ал егер сіздің көздеріңіз оңға солға жыбырлап отыратын болса да, онда сіздің көзіңіз түспейді екен ол. Даже если монитор жап жақын тұрса да. Видите, мында бір нүктеде шоғырланбайды. Әрбір қозғалысты бақылап тыныштықта болмайды дейді көзіңіз. Сондықтан көз үшін аса қауіпті емес дейді. Қаупі өзге дейді. Шамадан тыс батқан адам кеңістікте бағдарын жоғалтады. Бұл сұрақ кеп жүр. Кеңістікте бағдарын жоғалтады. Кстати, мыналарды жазылыңыздар, бұларда кеп жүр. Ағзаның вестибулярлық жүйесінің проблемаларына күніне 3 сағаттан артық қолданбай, жарты сағат сайын үзіліс жасау ұсынылады дейді. Енді әмбебап сақтық шаралары, то есть қандай шаралармен сақтанса болады да. Жүкті әйелдерге қарауға болмайды дейді. Қарт адамдарға, жүрек қан тамыр аурулары, эпилепсия, басқа да психикалық аурулармен көру қабілеті бұзылған адамдарға бас тарту керек. В общем, саған нельзя, в общем. Қоя сал деу керек қой. 13 жасқа дейінгі балаларға бас киімдердің қолданудың қажеті жоқ дейді. VR-боксты киме дейді.
ересектердің бақылауында, қасында старшактар тұру керек. Кез келген жастағы адамға ұзақ ойнау зиян дейді. Ну, конечно, зиян ол. Өйткені ол көру моторлы координацияға тепе-теңдік қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін. В общем, сізге баланс ұстау керек қой, былайша айтқанда. Негізі өмірде жалпы баланс ұстау деген жақсы. Мысалы, сіз тек қана сабақ оқып кетсеңіз, онда физикалық жағдайыңыз қиындап қалады, то есть денеңіз ауырсынып или там андай дрищ болып қаласыз деген сияқты ғой. А если спортқа көп көңіл бөліп кетсеңіз, онда сабағыңыз қалып қалады. Отношения көп көңіл бөліп кетсең, достарың қалады. Достарыңа көп бөлсең, отношения қалады. Ну, в общем, баланс ұстау керек қой бұл өмірде. Ладно, келесі тақырыпқа кеттік.